Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сізге отбасымның сүйікті тағамдарының бірі гуляштың рецептісін ұсынамын. Еті өте жұмсақ және соусының да дәмі керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін қарап, сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен қысып тұрған табаға сұйық құямыз. Кесектеп туралған етімізді салып қуырамыз. Ет толықтай қоңырқай түске еніп, суы шығып бастайды. Суы толықтай тартылғанша 10-15 минуттай қуырамыз. Одан соң дәміне қарай тоз бұрышын салып араластырамыз. Үстіне ұсақтап туралған пияз бен томат пастасын салып, тағы да 5-10 минут қуырамыз. Одан соң еттің бетін толықтай жауып тұратындай етіп, ыстық су құямыз. Ет толықтай піскенше жай отта 40-50 минуттай бұқтырамыз. Гуляштың соусын дайындау үшін қызып тұрған табаға ұн саламыз. Орташа отта ұн сарғыш түске енгенше қуырып алуымыз керек. Ұн күйіп кетпес үшін ұнды үздіксіз араластырып тұруымыз қажет. Ұнды бөлек ыдысқа салып, үстіне 1 стакандай бөлме температурасындағы суды құямыз. Ешқандай түйіршік қалмайтындай етіп араластырамыз. Пісіп тұрған етіміздің үстіне дайын соусымызды құямыз. Жақсылап араластырып, тағы да 10-15 минуттай бұқтырамыз. Гуляш дайын, өте дәмді әрі нәзік болып шықты. Рецепт сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған сымбат, сау болыңыздар.